Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандар. Біз 5-ші дәрісімізді жалғастырамыз, яғни соңғы бөлімімізді. Алдында тоқтап кеткендей, біз электронды кесте редакторының атауына тоқтала кеттік. Яғни электронды кесте редакторында тақырып деректермен жұмыс істеген кезде бағалау атауы көрсетіледі. Яғни бұл жерде бағалау атауына жол басу топтастыруда көрсетілген. Бағалау атауларының бірін таңдау, яғни иерархиялық форманы ашады. 3-ші суретте көрсетілген мәтіндік редакторда бағалау атауын таңдаймыз. 4-ші суретте көрсетілген және 5-ші суретте мәтіндік редактор бөлімінің атауын көрсетеміз. Және де жаңа әдістемелік ережелерге сәйкес жергілікті сметаларды дайындау ерекшеліктері көрсетіледі. Сонымен қатар бірлік сметада бағалардың жинақтары тек аймақ бойынша бірлік смета бағасы индикаторын ғана ұсынады. Мысал ретінде код ECS ерекшеліктерін зерттеу үшін біз Қарағанды облысы Абай ауданы және осындай нөмірлі 610502010101 сметасын қолданамыз. Жинақтан алынған үзіндіде Қарағанды облысы үшін бізде 31.359 теңгені құрайды, яғни 6-шы суретте көрсетілген. Яғни единичная сметная цена по региону. Осы жерде көрсетілген, осы суретте қарап өтсеңіздер болады. Және де единичная сметная цена негізгі әр регион бойынша. Яғни бұл дегеніміз, бұл есептеу әдісімен алынған өлшем бірлігіне шаққандағы шығындардың жиынтық көрсеткіштері, оның мазмұны егжей-тегжейлі ақпарат формасында көрсетіледі. Яғни 6-шы суретте көрсетілген осындай форма бойынша информациялар көрсетіледі. Сонымен қатар Қазақстандағы жергілікті шығындарды есептеу, бұл жоба деректеріне ақау, есептер сызбалар негізделген жеке жұмысшылардың құнын бағалау және стандартты базаны және ағымдағы бағаларды пайдалана отырып анықтайтын процесс болып табылады. Негізгі әдіс ресурстарға негізделген ABS 4 және инфо бағдарламаларын пайдалана отырып бұл шығындарды бақылауды қамтамасыз етеді. 2026 жылдың 1 қаңтарынан бастап Қазақстандағы айлық есептік индекс, яғни АЕК республикалық бюджет туралы заңға сәйкес 4325 теңге болып белгіленді. Яғни бұл индекс жәрдемақыларды, салықтарды, айыппұлдарды, басқа да төлемдерді есептеу үшін қолданылады. Бұл өсім 2025 жылмен салыстырғанда 393 теңгені құрады. Яғни АЕК 2026 4325, АЕК 2026 85 мың теңгені құрады. Яғни бұл 2025 жылға деңгейде қалады. Күнкөріс минимумы, яғни 70.851 теңге. Салық, негізгі салық шекерімі 30 АЕК-та дейін, яғни 30 АЕК-тен дейін артады. 2026 жылы 129.750 теңгені құрап отыр. Сонымен қатар бізде құрылысқа арналған инженерлік ізденістердің құны 9 бөлімнің ережелеріне сәйкес анықталып отырады. Мысалға, қаражат 6 және 7 бағандарда көрсетілген. Техникалық экономикалық негіздемені және жобалау сметалық құжаттаманы әзірлеу құнын 150 10 бөлімге сәйкес анықталады. Мысалға, қаражат 6, қаражат 7 бағандарда көрсетілген. Сонымен қатар техникалық экономикалық негіздемені және жобалық сметалық құжаттаманы қарау құны құрылыс жобаларының кешенді ведомстволық емес шолуды, сондай әртүрлі деңгейдегі аумақтарға арналған қала құрылысы жобаларының кешенді қала құрылысы шолуын жүргізу бойынша жұмыстармен құнын анықтау ережелеріне сәйкес анықталады. Шоғырландырылған сметаның 1-ші бөлімінде жобалауға арналған қаражат осы тәртіптің талаптарына сәйкес жүргізілген есептеулер нәтижелері, яғни қаражаттың стандартты шегі негізінде ескеріледі. Сатып алудан кейін жұмысшылардың қызметтердің жеткізушілермен жасалған келісімшарттар бойынша жоба алдындағы жобалық смета құжаттаманы әзірлеу бойынша жұмыстарының құны шоғырландырылған сметаға кірмейді.
техникалық экономикалық негіздемені әзірлеуге және қарауға арналған қаражат жобалау сметалық құжаттаманың бөлігі ретінде шоғырландырылған шығындар сметасына да көрсетілмейді. Егер нысанның құрылысы әртүрлі күнтізбелік жылдарда жүргізілсе, құрылыс құнының құрылыстың стандартты ұзақтығына және құрылыстың басталуына байланысты жылдар бойынша есептеліп отырылады. Құрылыс құны 1-ден 8-ге дейінгі тарауларда 4-7 бағандар бойынша жалпы сома негізінде болжамды пайда мен күтпеген жұмыстармен шоғырландырылған шығындар сметасында екінші бөлігінің шығындарында ескере отырып, келесі тәртіппен жылдар бойынша бөлініп отырады. Жалпы сома жобаны әзірлеу кезеңінде бағаларда көрсетіледі. Құн жылдар бойынша бөлінеді, тиісті жылдарды да қоса алғанда көрсетіледі. Сметалық құны құрылыс жылы бойынша есептеліп отырылады. Жалпы сома жылдар бойынша бөлініп көрсетіледі. Содан кейін жалпы сомалар жылдар бойынша бөлініп есептелінеді. Бірінші тарауда құрылыс нысанын алаңында дайындау, құрылысының алаңын бөлу, дамытуға байланысты жұмыстар мен шығындарды арналған қаражатты қамтиды. Бұзылған жерлерде жалпы қалпына келтірудің техникалық кезеңі және жойылған құнарлы топырақ қабатын қолдану үшін жұмыстардың сметалық құны құрылыс кезеңінде жер учаскелері пайдаланған жағдайларда шоғырландырылған құрылыс құны сметасы құрамына енгізіліп отырылады. Сонымен қатар бізде жалпы нысанды немесе оның кезеңінен іске қосу үшін кешеннің салу жобасын шоғырландырған құны сметасы шығындар сметасын пайдалану арқылы жасалады және бірнеше негізгі функцияларды орындайды. Яғни құрылысының жалпы құнын анықтау, мұнда шоғырландырған сметаға нысанды немесе оның кезеңінен салу кезеңінде жұмсалған барлық шығындардың жалпы құны кіреді. Екінші шығындар сметасы, мұнда шоғырландырған шығындар сметасын дайындау кезінде базалық және ағымдағы инфляция немесе бағаның өзгеруіне түзетілген шығындар сметасы қолданылады. Үшінші шоғырландырылған шығындар сметасының негізгі компоненттері кіреді. Құрылыс монтаж жұмыстары сметалық құны, жабдықтың құны, егер тапсырыс беруші жеткізсе, осындай шоғырландырылған шығындар сметасының негізгі компоненттеріне кіріп отырылады. Осымен біздің дәрісіміз аяқталды. Мына жерде қауіпсіздік сұрақтары көрсетілген, ұсынылған әдебиеттер тізімі де көрсетілген. Осымен дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.